Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге ет немесе фарш болмай қалған жағдайда гречкадан котлет жасау рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Жуып тазаланған гречкамызды суға салып, қайнатып пісіріп аламыз. Одан соң нанымызды 5-6 бөлікке бөліп, үстіне су құйып, жібітіп қоямыз. Пияз, сәбіз, картопты майдалап теркадан өткіземіз. Содан соң жібіген нанымызды сығып қойып қоямыз. Гречкамыз жұмсақ болып пісті. Осылай еземіз. Немесе блендермен де езуге болады. Езілген гречкамызды саламыз. Майдалап теркадан өткізілген картоп, пияз, сәбіз және нанымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Бір жұмыртқа саламыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Араласқан қою массамызды видеодағыдай жасаймыз. Сонда котлетіміз томпиып, әдемі болып піседі. Котлетті шамалап алып, сопақшалап, пішін жасаймыз және ұнға аударамыз. Мен котлеттерді пеште пісіремін. Оны майға қуырып алуға да болады. «180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Майға да қуырсақ болады. Ол кезде қызып тұрған майға қуырып аламыз. Міне біздің котлеттер дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін.